Алматылық Ерлі-Зайыпты Қалдыбай және Әстай Дүйсебаевтар жыл сайын наурызды осымен 92-ші рет қарсы алып отыр. Жастары 100-ге жақындап қалса да, қариялар төл мерекемізді тойлаудан шаршаған емес. Бұл күні ұл-қыздары, немере шөберелері құттықтап, үлкен әулет мүшелері түгелде жиналуды дәстүрге айналдырған. Әріптесім Нұржан Мергенбайды қарияларды мерекемен құттықтап қайтты. Әулеттің үлкен кішісі қара шаңыраққа келіп, қарияларға құттықтауларын жаудыруда. Алыста жүргендері сәлемдерін бауырлары арқылы жеткізіп, амандықтарын білдіріп жатыр. Ал қариялардың шөбересі Исажан ата-әжесіне ән дайындап келіпті. Ұлық мерекеде ырысы көп болсын деп ырымдап, Әстай әже шөбересінің тұсауын кесті. Көпшілік бүлдіршіннің сол кісідей ұзақ жасап, денсаулығы мықты болуын тіледі. Жалпы отауласқандарына биыл 20 жыл толған Қалдыбай ата мен Әстай әженің 10 баладан 28 немере, 38 шөбері, 2 шөпшегі бар. Ұл қыздың үлкені Әкімжан, өзім ата атанғаныммен әке-шешем үшін әлі де баламын. Анда-санда анама еркелеп алатыным бар дейді. Әке-шешесі бар адам кәртеймайды дейді ғой, келем, олар менің балам дейді. Сонымен бала сияқтымын. Сол үшін жаңағы бақыттымын деп санаймын. Қалдыбай қария соғыс жылдары Теміртау қаласында металл өндіру кәсіпорнында еңбек еткен. Кейін зейнетке шыққанға дейін қаржы саласында жұмыс істейді. Әстай әже болса алма өсірумен айналысқан. Ақсақал еліміздің наурызды кеңінен тойлауы егемендігіміздің арқасы дейді. Қазақсыңдар, ұлттарың қазақ, ұмытпаңдар. Дәстүрлерің бар қазақша, оны ұмытпа. Міне мысалы келгенде қазіргі міне наурыз айы. Наурыз беріп жатыр. Балаларым керекті нәрсе. Неге десең, біздің ата-бабамыздың дәстүрі. Өмір бойы Қарағайлы елді мекенінде тұрып келе жатқан Дүйсебаевтарды бұл маңда барлығы таниды. Жергілікті әкімдік өкілдері де ата-әжеге сыйлықтарын алып арнайы келіпті. Көпшілік Әстай әженің нұсқауымен дайындалған наурыз көжеден дәм татып әңгіме құрды. 100-ден асып жығылатын мүшесі бар әулеттің қонақтары елдің амандығын, қазыналы қарттардың есен жүруін тілеп тарқасты. Ұлан Нарынбек, Нұржан Мергенбай, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.